күнә. Bir күні шығыс еліндегі ханға bir адам келіп, адам бойын күнә жасаудан қалай аулақ ұстай алады деп сұрапты. Сонда хан оған бір ыдысқа толтыра май құйып, бір тамшысын төкпей, қаланың ортасымен алып жүруді тапсырыпты. Егер тіпті бір тамшысын төксең, басыңды алам, депті хан. Хан өзінің екі уәзіріне 200 алмас қылыш беріп, әлгі адамның артынан жүріп отыруды тапсырады. Егер ол майдың тіпті бір тамшысын төгіп алса, бірден басын шабуға бұйрық береді. Сол уақытта қалада үлкен жәрмеңке өтіп жатқан болатын. Қала көшелері адамға лық толды. Бірақ біз айтып отырған адам бар назарын салып, өте үлкен ұқыптылықпен майдың бірде-бір тамшысын төкпей өтеді. Сосын ол қуанып ханның алдына келеді. Сен қаланың ортасымен өтіп бара жатқанда айналаңда не көрдің? Деп сұрайды хан. Ештеңе көрмедім, дейді ол. Айналама қарай алмадым, өйткені бар назарым майда болды. Дұрыс, дейді хан. Барда дәл осылай істе. Ыдыстағы майыңа байланып қалғаныңдай, бүкіл назарыңмен, шын жүректен және барлық ақыл ойыңмен жаратқан иеге және оның еркіне жабыс. Осы арқылы сен өзіңді күнәдан таза сақтайсың. Жастар қалай таза жолмен жүре алады? Сөзіңе бағынып соны істей алады. Шын жүректен саған бет бұрып келемін. Тайдыра көрме мені өсиеттеріңнен. Күнә жасамауым үшін саған қарсы, жүрегіме сақтадым айтқандарыңды. Даңқталуға лайықсың, уа жаратқан, үйрете көр жарлықтарыңды маған.